Саул патшада Дәуіт қана емес, басқа да мықты қызметшілері мен қолбасшылары да болған. Олардың арасында Саулдың ұлы Жонатан филистерлерге қарсы соғыста батылдық көрсетіп, жеңіске жеткізген. Бірінші патшалықтар 14-ші тарауда филистерлермен соғыспай тұрып, қорқынышпен дірілдеп тұрған әскерлерге Жонатан жаратқан ие көмектессе, не аз, не көп адамға байланысы жеңе аламыз деді. Осы сөз басқа бір жерден естіген сөз емес пе? Жаратқан ие семсер, сүңгі, найзамен құтқармайды. Соғыста жеңу немесе жеңілу Құдайдың қолында. Бұл ие мен аңғарында Дәуіттің Голиатқа қарап тұрып айтқан сөзімен бірдей екен. Дәуіт те, Жонатан да Құдайдан басқа еш нәрседен қорықпауды білген сияқты. Семсер де, қару да, әскерлердің саны да емес, тек Құдайға сенсе, жеңе алатынын түсінген шығар. Сол себептен бе бүгінгі сөз Жонатан өзімен бірдей ойлаған Дәуітті қатты ұнатып, жанындай жақсы көрді дейді. Жонатан мен Дәуіт достасып серттесті. Жонатан Дәуітке өзінің сырт киімін, семсері мен садағы және белдігін берді. Олар екеуі бірдей Құдайға сенетінін байқаған шығар. Осы сенімінде бір-бірін олар өз жанындай жақсы көрген екен. Жонатан Дәуітке көп көмек берді. Голиатты жеңген соң, Израильдің көп деген адамдары Дәуітті жақсы көрді. Саул мыңдаған жауын жеңіп жойды, ал Дәуіттің жойғаны 10 мың болды деп жырлады олар. Соны естіген Саул Дәуітті жек көре бастады. Оның Дәуітті жек көрген сезімі күшейген сайын, Жонатан Саулға: «Дәуіт сізге күнә жасаған жоқ, қайта сізге көмектесті» деп үгіттеді. Сонда Саул көнгендей болды. Бірақ уақыт өте келе, Саул қайтадан Дәуітті өлтірмекші болды. Сол кезде Жонатан Дәуітке қауіп бар екенін білдіріп, қашып кетуге көмектесті. Саул мен Жонатан қаза тауып, Дәуіт өзі патша болған кезде Жонатанның ұрпақтарына мейірімділік көрсетті. Жонатанның ұлы Мефибосеттің өмірін сақтап, оған жер мен үй берді. Сонымен қатар әрдайым өзінің патша дастарханына Мефибосетті шақырып, бірге тамақ ішіп жеді. Жонатан мен Дәуіт сөйтіп, киелі кітаптағы ең керемет достықты көрсеткен. Бұл екеуі тек жүректері қалаған дос болып жүрген емес сияқты. Әлемнен қорықпай, тек Құдайдан ғана қорқып, Құдайға ғана сенген сенімге адал, дос болып, достықтарын соңына дейін сақтап қалды. Біз бәріміз де Дәуіт пен Жонатан сияқты жанымыздағы достарымызбен Құдайға деген сенімге бола, достығымызды дамытайық.